Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Ертең барлық өңірде дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет қазақстандықтарға ескерту жасады. Ертең барлық өңірде дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет Қазақстанның барлық дерлік өңірінде 21 қаңтарда ауа райы бұзылатынын ескертті деп хабарлады Түркістан.kz. Қызылорда облысында екпіні 15-20 метр/секундке дейін болатын шығыс жел соғатыны жөнінде болжам бар. Атырау облысының батысы мен оңтүстігінде тұман мен көктайғақ болады. Түнде және таңертең Атырауда 15-20 метр/секундке дейін желдің екпіні тұман мен көктайғақ күтіледі. Алматы облысының оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман түседі. Алматыда да тұман болады. Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында көктайғақ болады. Облыстың оңтүстігінде тұман болады деп болжануда. Желдің екпіні 15-20 метр/секундке дейін. Жел 18 метр/секундке дейін соғады. Маңғыстау облысының батысы мен оңтүстік шығысында тұман күтіледі. Желдің екпіні 15 метр/секундке дейін. Ақтауда түнде тұман болады деп болжануда. Түркістан облысының солтүстігінде қарлы боран болады. Облыстың оңтүстігінде таулы және тау бөктерінде тұман болады деп болжануда. Түнде және таңертең Шымкентте желдің екпіні 15-20 метр/секундке дейін болады. Түркістанда жел 15-20 метр/секундке дейін болады дейді Қазгидромет. Қостанай облысының шығысы мен оңтүстігінде тұман күтіледі. Түнде және таңертең Жетісу облысының таулы аудандарында тұман болады деп болжануда. Алакөл көлдері ауданында желдің екпіні 23-28 метр/секундке дейін соғады. Түнде және таңертең солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде тұман болады деп болжануда. Желдің екпіні 15 метр/секундке дейін соғады. 20 қаңтар күні сағат 21:00-ден 21 қаңтар сағат 21:00-ге дейін Өскемен мен рейдтерде екінші дәрежелі қолайсыз метео жағдайлар туралы ескерту сақталады. 20 қаңтар сағат 21:00-ден 21 қаңтар сағат 21:00-ге дейін Семейде екінші дәрежелі қолайсыз метео жағдайлар ауада ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін метеорологиялық факторлардың жиынтығы туралы ескерту сақталады. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас көтерулеріңізді сұраймыз.